Терезедегі бейне. Мені не оятқанын айту қиын. Терезенің қатты қағылғаны, кенеттен теледидар қосылып кеткені. Соның салдарынан барлық соққылар бірден мені шошытып жіберді. Теледидар пультін қайда екеніне көз салып аңғардым. Пульттен телевизорды өшіріп, қызыл түймені бастым. Мен енді өзіме келе бастағанда қайта шошынып кеттім. Неге дейсіңдер ме? Мұнда тек терезе соққылары ғана емес, басқа да жайт орын алды. Мысық теледидар пультін басып, дыбыс деңгейін шегіне дейін арттырды. Мен одан сайын қорқа бастадым. Иә, нәзік шу естілді. Дегенмен төбендегі көрші жаңа әнге хит келмекші. Қатты музыка дауысы және енді заңды тыныштыққа шақырып батареяны қатты ұрып жіберді. Жарайсың, Катенка. Ол сені қалай тепкілеу керектігін біледі. Қатты күлді. Мен алақанымды жастыққа тигізіп тамшыдай жата бердім. Бірақ күткенге қарамастан мысық диванға секірмеді. Шынтағыма көтеріліп, мен оның бөлменің ортасында отырған терезеге қарап басын тартып тұрғанын байқадым. Ол лазерлік көрсеткіштің жарығын бақылап тұрғандай. Ал сен онда неге қарадың? Мен мысықтың шкафтың астына кіріп кеткенінен оны әрең шақырып алдым. Бір түрлі. Ақымақ, ештеңе жоқ деп күліп, мен жып-жылы көрпемнен шығып терезеге жақындап, пердемді тез ашып жаптым. Көрдің бе? Ешкім жоқ дедім. Басқа біреу болар еді. 14-ші қабат. Сондықтан кем дегенде терезеге ұрылар туралы алаңдамауға болады. Ал міне, енді ас бөлмеден су ішпек болдым. Мысығым кеуіп кеткен тамаққа жабысты. Мен су ішіп жатып қатты қақалып қалдым. Себебі терезеден бір қорқынышты әйел маған қарап тұрды. Қағаз парақ сияқты әппақ тері, өткір қара көздер маған жек көрушілікпен қарады. Ал қисық күлімсіреп сынған көкшіл әрі өлі еріндер. Мен сол жерде қатып қалдым. Әлде қолымда су стаканы. Әйел көзін жыблықтамай маған қарап тұрды. Ал оның ерні қорқынышты күлкіге айналды. Маған кел, деп сыбырлады терезеге сәл жақындап. Айқайлап мен терезені бірден жауып алдым. Ойлаңыз, мен өзім тереземнен секіріп кете жаздағым. Қорқыныш бірден басылып, алдамшы жыл қауіпсіздік сезіміне бой алдырды. Ал Катенка, елестермен қалай күресуге болатынын көрдің бе? Мен мәжбүрлі түрде күлдім. Содан кейін мен толығымен тынышталдым. Сіз үзілген ұйқыға оралуға болады, және түнде қорқынышты көруді тоқтаттым. Перделерді түзетіп, мен дем шығарып бұрылдым. Сынған күлімсіреуге қарап үрейленіп айқайлады. Терезедегі бет емес, елестемес еді. Бұл жай ғана көрініс болды. Мен бұл оқиғадан кейін бірден өзімнің пәтерімді ауыстырып, басқа қалаға көшіп кеттім. Бірақ та кеше сол сұлпаны қайта байқадым. Және де басқа амал жоқ болған соң, мен өзіме қол жұмсадым.